Сәлем достар, бүгін бізде Назар подкасты және 2026 жылдың алғашқы шығарылымы. Бүгін бізде қонақта Табынбаева Әсемай, Нұрлы Фариза, Ибрахим, Айбек. Қош келдіңдер. 3-ші тоқсан бастала салысымен мектебіміздің мерейін өсіріп, Олимпиаданың жүлделі орын иегерлері атанып жатсыңдар. Жалпы өздеріңді қысқаша таныстырып өтсеңдер. Сөз кезегі өздеріңде. Қош көрдік. Баршаңызға сәлем, шақырғандарыңызға рахмет. Мен 11-ші сынып оқушысы Табынбаева Әсемай, тарих пәні олимпиадасынан облыстық кезеңнен жүлделі 3-ші орын иегері атандым. Жетекшім Аймұрадова Шолпынай апай. Жалпы осы олимпиадаға қатысқаныма 4 жыл болды. Осы соңғы жылым 2025-26 оқу жылы бойынша облыстық кезеңнен жүлделі 3-ші орынмен сәтті аяқтадым деп ойлаймын. Мен Нұрлы Фариза, кезегінше ағылшын тілі пәнінен облыстық олимпиадаға қатысқан болатынмын, және де 3-ші жүлделі орынды иегердім. Менің жетекшім Сейдағалиева Балжарқын Казиевна болатын. Жалпы олимпиадаға мен 5-ші сыныптан бері дайындалып, қатысып келе жатырмын. Осы жылы маған бұйырып, облысқа өтіп, және де 3-ші орынды иелендім. Мен Ибрахим Айбек, математика пәнінен олимпиадаға қатысқан болатынмын. Бұл олимпиада мен үшін қиын болды, алайда мен орын алдым. Және менің бұған қатыстырған пән мұғалімім Жәми Аружан. Мен бұл олимпиадаға, математикаға 5-ші сыныптан бері дайындалып қатысып келе жатырмын. Және бұл жолы маған облыстан 3-ші орын алу бұйырды. Керемет. Енді жалпы олимпиадаға дайындықтарың қалай өтті? Ең қиын кезең қайсысы болды деп ойлайсыңдар? Және де қай тапсырма сендердің естеріңде ерекше қалды? Жаңа айтып өткендей, мен 5-ші сыныптан бері осы олимпиадаға дайындалып жүрмін. Жалпы маған олимпиада тапсырмалары өзіме таныс болды. Алайда маған қиын болған тапсырма ол оқылым тапсырмасы болатын. Мен жалпы оқылымды аса қатты ұната бермеймін, сондықтан қатты мән берген жоқпын, яғни фокус қойған жоқпын оқылымға. Алайда егер де соған мән беріп дұрыстап орындағанда, мен мүмкін 2-ші орын алып қалуым мүмкін еді деген олар әлі мазалайды мені жалпы. Өте дұрыс жауап. Әсемай, сен 11-ші сынып болғандықтан ұбт мен олимпиаданы қатар алып жүру қиындыққа соқпады ма? Иә, маған қиынға соқты, бірақ мен өзім 2-ші тоқсаннан кейінгі бір апталық демалысымды тиімді пайдалануды шешіп, күні бойы ұбт мен олимпиаданы бірге қатар алып жүруге тырыстым. Бірақ басты қазіргі таңда мен үшін ұбт грантқа түсу болғандықтан көп фокусымды негізінен ұбт-ға қойдым. Олимпиадаға бар болғаны 2 күн дайындалдым. 2 күннің ішінде 2 оқулықты бітіріп, барынша оқып үлгердім. Бірақ сонда да кейбір оқылмай қалған оқулықтар болды. Сол кезде маған тапсырмаларда келгенде кішкене қиындықтар тудырды. Жалпы бірге алып жүру қиынға соғады. Жалпы керемет. Алдағы мақсаттарың қандай, және де өздеріңді 5 жылдан кейін қалай елестетесіңдер, яғни маманның иесі ретінде? Бұйырса, келесі жылы ағылшын пәнінен IELTS емтихан тапсырып көруді жоспарлап отырмын. Бұйырса 7-де 5-8 балдарын аламын деген ойдамын. Ал келесі осы 5 жылда мен өзімді архитектор маман ретінде көремін. Мүмкін Нью-Йоркта, мүмкін басқа елде архитектор маманы бойы, басқа елдерден идея алып, осы елімізге оралып, сондай сәулет өнерін жақсарта аламын деген ойдамын. Менің алға қойған мақсатым бұл ұшқыш, яғни пилот болу. Мен өзімді 5 жылдан кейін СДУ университетінде сол пилот мамандығын оқып жүрмін деп елестетем. Пилот мамандығы болу үшін жаратылыстану бағытындағы физматты таңдау керек. Және мен бұл пәнге дайындалып жатырмын. Менің алға қойған мақсатым қазіргі таңда енді ұбт-ны сәтті тапсырып, грантқа түсу. Қалған мамандығым тарих пәні мұғалімі бойынша Астана, Алматыда жоғарғы оқу орындарына түсуді жоспарлап отырмын. Жалпы болашақ түлектерге, 10-11-ші сынып оқушыларына өзімнің қатарластарыма айтар кеңесім, жалпы осы жолда олимпиада ұбт жолында бастысы тұрақтылық пен сенімділік екенін түсіндім. Себебі тұрақтылық арқылы адам жеңіске жетеді, және адам өзіне сенімді болса, бағындырмас шыңы жоқ деп ойлаймын. Барлығыңызға сәттілік. Арман мақсаттарыңа жетулеріңе тілектеспіз. Жалпы достар, бүгін біздің жаңашылдық шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет, назарларыңыз бізде болсын.